Қайырлы күн, эксперттер. Сіздерді тұрақты түрде табыс табу атты сабағымда көріп отырғаныма қуаныштымын. Бұл жерде бұл тақырып жалпы эксперттердің нағыз болі деп айтуға болады. Себебі арес график саласын оқып алып, негізі кез келген саланы оқып алған эксперттер өздерінің білімі бар, керемет услуга көрсете алады, күшті үйрете алады, бірақ сонда да табыс таба алмай, даже тұрақты табыс таба алмай отыратын жандар бар. 10-15 мыңмен шектеліп жүргендер бар, немесе бір ай тауып бір ай таппай жүргендер бар. Әртүрлі кейбіреулер бар, бір айда күшті результат көрсетеді, 100 мың, 200, 300, 500 мыңға дейін табады да бір айда вообще ақша таба алмай қалады. Вот осындай нәрселердің алдын алу үшін қалай біз тұрақты түрде табыс табуға болады? Яғни бұл жерде мен өзімнің секретіммен бөлісемін. Ең бірінші мен айтар едім, стратегияның маңыздылығы туралы. Стратегия болуы шарт. Сіз өзіңіздің өніміңізді қалай сатасыз? Мен бұны стратегия сабағымда да айтқан болатынмын. Көрген жандар болса, қазіргі таңда ақылы түрде мен бұны сатылымға қойдым. Енді қараңыздар, стратегия сабағында мен жалпы түсіндіріп өтейін. Ең бірінші, сіз қандай продукт шығарып жатсыз, және ол продуктыңыз жылына қанша рет сатылады. Егер сіздің продуктыңыз қымбат өнім болатын болса, 500 мың, 600, 700 мыңнан тұратын болса, онда сіз жылына 3-4 рет қана сатылымға қойсаңыз болады деген сөз. Ал егер 200-250 мың, яғни 200-ден жоғары болса, айына 5-6 рет сатылымға шығарсаңыз болады деген сөз. Немесе мини чектермен сату, строго жаңағыдай үлкен чектерді продуктларды шығармай, чисто мини чектерді сатып отыру арқылы, және де коллаборация арқылы. Коллаборация дегеніміз белгілі бір оқырманы бар, өзінің аудиториясы бар жанмен келісімге келе отырып, сіз өзіңіздің өніміңізді сата аласыз коллаборация жасау арқылы. Ол жерде де мини чекпен сатуға болады, немесе үлкен чекпен сатуға болады. Яғни осы стратегияның біреуін сіз таңдайсыз өз продуктыңызға қарай. Содан кейін сіз оны уже сатуға кірісесіз. Стратегиясы жасалған дүние, былайша айтқанда, сізге ешқандай ақша келмейді. Ол жаңағыдай тұрақсыздық қалып келеді. Ал сізде стратегия болса, четко сонымен жүріп отыратын боласыз. Енді қараңыздар, 3 түрлі табыс мен қалай қазіргі таңда 3 түрлі табыс тауып отырмын. Соған тоқталайын. Ең бірінші мен майда чектегі өнімдерімді таргетке жіберіп қойғам. Сол жақтан маған пассивный доход түсіп отырады. Айына 5 мың, кемі 5 мыңнан 3 мың, 4 мың, кейде максимально 10, 15, 20 мыңға дейін түсетін кездер болған. Бұл жерде майда чекте сіз кез келген осы ИП арес саласына қатысты, біздің салада өте көп майда чек деп отырғанымыз арзан өнім, кемі 990 теңге, 1000 теңгеден басталатын өнімдер. Сондай дүниелеріңізді таргетке күнделікті сатылымға шығарып қойсаңыздар болады. Мұның өзі сізге пассивный доход. Былайша айтқанда, күнделікті түсіп тұрған 1000 теңге, 2000 теңгенің өзі сіздің кәдімгі энергияңыздың көтеруіне әсер етеді. Негізі, былайша айтқанда, дальше жұмыс істегіңіз келетін сезімді оятатын осы дүниелер. Одан кейін, қазір мен бызыға тоқталамын. Карусель соңынан сатылатын. Яғни мен бұл жерде блогта, яғни Instagram желісінде өзімнің карусель посттарымның артынан өзімнің өнімдерімді сатам. ИП арес саласына қатысты кез келген бір мини курсымды шығарып түсіріп, карусель посттың артынан сатуға қоям. Бұл блогта тұр, бірақ мен бұл жайды стористі айғайлап айтпаймын, актуальниларды сақтамаймын, тек қана чисто карусельдің соңынан ғана сатылып тұр, болды. Бұның өзі маған әжептәуір ақша келеді күніне. Одан кейін орта және майда чектегі тағы да басқа өнімдерімді мен еще телеграм каналдарым бар. Вот сол телеграм каналдарыма өзімнің өнімдерімді қойып қойғам, мынау мынанша теңгеден, осындай курстарым бар деген сияқты. Вот осының артынан телеграмның өзіне маған пайда түсіп тұр деген сөз. Яғни 3 түрлі осындай табыс көзін көріп отырмын қазіргі таңда. Енді мен өзімнің быстрый запуск деп отырғанымыз бұл не только чат, бұл жерде еще плюс блогта да айтылады. Мен қазіргі таңда айқайлап сатып отқан дүнием, айқайлап сатып жатқан продуктым осы быстрый запуск. Мен блогымда арес курсын алыңдар, ИП курсын алыңдар, график курсын алыңдар деп мен жалпы оқырмандарымның миын қатырып атқан жоқпын. Мен тек қана стористі чисто быстрый запуск туралы ғана әңгіме айтып жатырмын. 2 апталық практикалық обучение бастағалы жатырмын, предзаписпен орын ашылды деген сияқты дүниелерді, яғни блогта айқайлап сатып отқан дүнием тек қана осы быстрый запуск, и плюс мен бұны чатта қазіргі таңда чатта жасалып, осы быстрый запускың несі ашылады, продажа ашылады деген сияқты жалпы айқайлап сатып отқан дүнием осы ғана.
быстрый запуск. Ал қалған дүниелер, майда чектерім, карусельдің соңынан сатылып жатқан дүниелер, телеграмда сатылып жатқан дүниелер, таргетке жіберіп жатқан дүниелердің барлығы маған пассивный доход. Мен оны айғайламай, жай ғана тып-тыныш отырып сатып жатырмын, иә, былайша айтқанда. Мен оны зумдарға шығып оларға сабақ өтіп жатқан жоқпын. Дайын сатылымға қойдым, и все, ол сатылым жасалып маған былайша айтқанда доход түсіріп отыр. Вот осылай сіздер тұрақты түрде табыс табуға болатындығын айтқым келеді. Сіздер де өз өнімдеріңізді шығарып, осы қай сатылу каналы бар, сол каналдарды пайдалана отырып, өз өнімдеріңізді тұрақты түрде сатылымға қойып қоя аласыздар. Ал 24 күні біздер тегін сабақ өтетін боламыз. Вторник күні сағат кешкі 8-де, ол жерде 2026 жылы тренд болатын продуктылар, және де услуга, бізде курс сата алмай жүрген жандар бар, сол қалай сатуға болатын стратегияларға тоқталамыз, және де біз сатпай сату техникаларын пайдаланатын боламыз. Мысалы, мен көп адам қызығады, сіз қалай стористе айқайлап ештеңе сатып жатқан жоқсыз, бірақ сізге қайдан ақша түсіп тұрады деген сияқты. Вот осының барлығын сол тегін сабағымда сіздерге айтатын болам. Міндетті түрде қалмай келіңіздер, және тегін сабақтың артынан быстрый запускке тиімді бағада, қолжетімді бағада сіздерге алғашқылардың бірі болып алғыларыңыз келсе, соның артынан продажа ашылатын болады. Сондықтан қалмай келіңіздер, және де осы сабағым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.